Сәлеметсіздер ме? Менің атым Зульфат, эфирде қазақ тілін үйрететін қазақша сөйлесейік бағдарламасы. Бүгінгі сабағымызда отбасы тақырыбына байланысты жаңа сөздерді үйренеміз. Сонымен қатар қазақ тілінің үндестік заңымен таныс боламыз. Ендеше бастайық. Жаңа сөздермен, сөз орамдарымен таныс болыңыздар. Отбасы, ата, әже, әке, ана, аға, іні, әпке, қарындас, сіңілі, бала, ұл, қыз, келін, күйеу бала, туыс, туыстар, үйлену, отбасылық өмір, үлкен отбасы, шағын отбасы, шаңырақ көтеру, тұрмысқа шығу. Жаңа сөздермен таныс болсақ, тапсырмаға назар аударайық. Отбасы, әке, ана, ата, әже, ұл, қыз, туыс. Үндестік заңы сөз ішіндегі дауысты дыбыстардың бір-бірімен үйлесіп, біркелкі болып айтылуы. Қазақ тіліндегі сөз ішіндегі дауысты дыбыстар жуан немесе жіңішке болып келеді. Бұл буын үндестігі деп аталады. Жуан дауыстылар а, о, жіңішке дауыстылар ә, е, ү. Көптік жалғаулары лар, лер, дар, дер, тар, тер. Бұл жалғаулар да буын үндестігіне бағынады. Жуан дауысты сөздерде лар, дар, тар жалғаулары жалғанса, жіңішке дауысты дыбысты сөйлемдерде лер, дер, тер жалғауларын жалғаймыз. Мысалға, әке, лер, аға, лар. Ақпаратпен таныс болсақ, тапсырма орындайық. Туыс, тар, әкелер, інілер, балалар, әжелер, аталар. Диалогтағы отбасы мүшелерінің атауларына назар аударыңыздар. Сәлеметсіз бе, Зәмзәгүл Мейрамбек қызы? Сәлеметсің бе, Арай? Не қарап отырсыз? Мен отбасылық сурет қарап отырмын. Мұна тұрған сіздің балаларыңыз ба? Я, мұнау менің ұлым, ал мұнау қызым. Керемет. Рахмет. Келесі шағын диалогқа назар аударыңыз. Сәлем, Анель. Сенің отбасың қандай? Сәлем, Арай.
Менің отбасым шағын. Сеніңше? Менің отбасым үлкен. Атам және әжем бар. Керемет. Ал сенің әпкең немесе сіңлің бар ма? Иә, менің әпкем де, сіңілім де бар. Қандай жақсы? Иә, мен өз отбасымды жақсы көрем. Мен де жақсы көремін. Бүгінгі өткен жаңа сөздерді қайталап шығайық. Отбасы, ата, әже, әке, ана, аға, іні, әпке, қарындас, сіңілі, бала, ұл, қыз, келін, күйеу бала, туыс, туыстар, үйлену, отбасылық өмір, үлкен отбасы, шағын отбасы, шаңырақ көтеру, тұрмысқа шығу. Бүгінгі сабағымызда отбасы тақырыбындағы жаңа сөздер мен сөз орамдарын үйрендік. Сонымен қатар қазақ тіліндегі үндестік заңымен таныстық. Жаңа сөздерді қайталап жаттығыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.